Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздерге осындай ерекше салмасымен және қытырлақ сырты өте тойымды самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, оңай жасалынады. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі ұн, жылы су және шай қасық тұз. Суға тұзымызды салып, толықтай ерітіп алғаннан кейін ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолымызға жабыспайтын, бірақ жұмсақ болуы керек. Осылай аз-аздан су құйып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламын. Керекті заттардың, ингредиенттердің граммдарын видеоның астында описаниеда қалдыратын боламын. Описанияны көру үшін осы видеоның тақырыбын бассаңыздар, керекті заттардың граммдары шығатын болады. Мінекей қамырымызды толықтай жақсылап илеп алдық. Енді осы қамырымызды пакетке салып, салафанға 10-15 минут тындырып қоятын боламыз. Тындырып қойған қамыр өте жақсы жайылатын болады. Мінекей 15 минут өтті. Енді қамырымызды алып, қолымызбен, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта етіп жайып шығатын боламыз. Ешқандай да ұн сеппейміз, қолға жабыспайды, дастарханға жабыспайтын қамыр болады. Мінекей қамырымызды 4 бұрыш етіп жайып алдым. Енді осы қамырымыздың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақтау сары майды жағып шығатын боламын толықтай. Осылай қолмен немесе қасықпен өзіңізге қалай ыңғайлы солай жағып шығыңыздар. Бұл біздің самсамымыздың қатпарлы қамырын жасап жатырмыз. Мінекей майымызды толықтай жағып шықтым. Енді осы қамырды дәл видеода етіп, бір-біріне бүктеп шығатын боламыз, 4 бұрыш формасын келтіріп. Мінекей 4 бұрыш формасын келтіріп бүктеп алдым қамырымызды. Енді осыны қатты күшке салмай, жай ғана ақырын қолымызбен басып отырып, тағы да орташа қалыңдықта етіп жаятын боламыз. Қатты күшке салмаңыздар, өйткені ішіндегі сары майы сыртына шығып кетпес үшін осылай жай ғана қолмен ақырын басып жайып шығатын боламыз. Тағы да 4 бұрыш формасына келтіріп. Құрметті көрермен, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, қолдау ретінде қызыл подписаться деген батырманы басып, все деген қоңыраушаны басып, все деген батырманы баса кетіңіздер. Менің каналымнан әлі де оңай, қолжетімді заттардың жасалған рецептерді таба алатын боласыздар. Мінекей тағы да 4 бұрыш етіп жайып алдым, орташа қалыңдықта етіп. Осыған тағы да сары май жағып, тағы да толықтай жағып шығатын боламыз. Дәл жаңағында етіп, тағы да 4 бұрыш етіп бүктеп шығатын боламыз. Және де айта кететін зат, бұл жерде сары майдың проценті 72-ден жоғары болуы керек міндетті түрде. Мінекей 4 бұрыш етіп орап алдым. Енді осы қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышта ұстайтын боламыз. Ішінде қосқан майымыз қатуы керек. Яғни морозильникте 30 минут ұстайтын боламыз. Салафанға салып қоятын боламыз. Мінекей қамырымыз 30 минут тұрды. Енді осыны орташа үлкенде бөлікке бөліп, қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Мінекей осындай қатпарлы болып шықты. Осы қамырымызды енді оқтаумен жұқалап жаятын боламыз.
қамырымыздың ортасын көп баспаңыздар. Көбіне осы шет-шетін жұқартып жайғаныңыз дұрыс. Қазір түйген кезде қатты қалың болып қалмас үшін жақсылап шет-шетін жұқартып жаюымыз керек. Және қамырымызды өте кішкентай етіп кесіп алмаңыздар. Кәдімгідей үлкен қамыр қылып кесіп бөліп алуымыз керек. Мінекей толықтай жұқартып жаятын боламыз. Ортасын кішкене қалыңдау, шет-шеті жұқалау болу керек. Енді бізге ыңғайлы кішілеу ыдыс қажет. Мен осындай кішірек кружкаларды алдым. Маған самсаларды салып түйгенге ыңғайлы болу үшін. Мінекей қамырымыздың үлкендігі кәдімгідей кеңдігінен болу керек. Осылай жартысын ішіне салатын боламыз кружканың. Түйетін бөлігін сыртында осындай кең мөлшерде тұруы керек. Енді осы қамырларымызды толықтай осылай кружкаға дайындап аламыз. Бізде қанша самса шығады, соншасын осылай ыдысымызға салып дайындап алатын боламыз. Енді бізге салмасына бір жұмыртқаның кішілеу несін алсаңыздар болады, кішілеу жұмыртқаларды. Және бір кіші шай қасықпен қызанақ салатын боламыз. Мен ұсақтап турап дайындап қойған болатынмын. Және жарты шай қасық сары май саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Егерде сіздерге бұрыш салған ұнайтын болса, қара бұрыш салсаңыздар болады. Енді осы ішіндегі салмамыз сыртына шығып кетпесіндей етіп, жақсылап түйіп шығуымыз керек. Ешқандай жұмыртқаның суы ағып кетпес үшін. Қолымызбен қатты қысып отырып, түйіп шығатын боламыз. Мінекей барлығын түйіп шықтым. Осылай жақсылап қысып отырып түйіңіздер. Ешқандай жұмыртқамыз сыртына ағып кетпеу керек. Мінекей екінші бөлігін көрсететін боламыз сіздерге. Бір жұмыртқа, бір шай қасық ұсақтап туралған қызанақ және жарты шай қасық сары май және дәміне қарай шым-шым тұз салатын боламыз. Және жан-жағындағы қамырларын осылай түйіп шығатын боламыз. Қамырларыңызды үлкен етіп жайыңыздар. Өйткені кішілеу қылып жаятын болсаңыздар, жұмыртқа сыртына шығып түйінмей қояды. Сондықтан үлкен етіп жайыңыздар, асықпай, толықтай жұқалап жаю керек. Және жақсылап жабыстырыңыздар. Мінекей барлығын осылай түйіп шығатын боламыз. Осы уақытта духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. 180-200 градуста қыздырып қоятын боламыз. Қызып тұрған пешке салу керек. Міне астына мен осылай пергамент қағазын төседім. Бұл міндетті емес, сіздер жай духовкаға сала берсеңіздер де болады. Мінекей енді түйген жағын астына қаратып, самсаларымызды қойып шығатын боламыз, домалақ етіп. Тандырда жасалған самса сияқты болып пісіп шығады. Мінекей барлығын ыдысымыздан осы духовкаға салатын кезде бірақ алғандарыңыз дұрыс. Ертерек алып қойсаңыздар, ол самсамыз жайылып, ішіндегі жұмыртқасы сыртына ағып кетуі мүмкін. Енді осының үстіне бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне жағып шығатын боламыз. Және қалауларыңызша қара мак немесе осындай мен сияқты күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Енді осы самсамызды қызып тұрған духовкада сарғайып піскенше пісіріп алатын боламыз. Мен 200 градус, 220 градуста пісіріп алдым. Асты жабыспай, толықтай іші пісіп шығады. Өте дәмді, бізге ұнады, сондықтан сіздерге рецептімен бөлісіп отырмын. Сіздерді жасап көріңіздер, өте дәмді, тойымды шықты. Және де осы видео ұнаған болса, комментарияларыңызды, лайктарыңызды баса кетіңіздер.
мінекей самсамыздың іші толықтай піскен, өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.